Alo. Аха. Алло, сәлеметсіз бе, Баян апа? Сәлеметсіз. Менің есімім Әсел. Сізге Бәйтерек компаниясынан қоңырау шалып тұрмын. Сіз үй ұтып алдыңыз. Түсінбедім. Үй дейсіз бе? Я, дұрыс естідіңіз. Сіз қаламыздың қақ ортасынан 3 бөлмелі үй ұтып алдыңыз. Ол қалайша? Біз халыққа үй бағдарламасы бойынша Қазақстандық 1200 жағдайы төмен отбасыларды үймен қамтамасыз ететін компаниямыз. Сіздің мәліметтеріңізді қалалық әкімшіліктен алдық. Жағдайыңыздың барлығымен танысып, комиссия мүшелері сіздің үйлі болуыңызды таңдады. Құтты болсын. Бұны ипотека менен аламын ба? Жоқ, Баян апа, бұл үй сізге тегін беріледі. Рас па? Сонда не істеуім керек? Әрине рас. Әр қазақтың өз үйі болу керек. Бұл біздің ұранымыз. Я, рахмет, айналайын, бақытты бол. Мен күтпеген қуаныш болды. Баян апа, жыламаңыз, бәрі жақсы болады. Сізге бұл қуанышты жаңалықты жеткізуге қатты асықтым. Рахмет, айналайын. Бірақ сізге соңғы тіркелу құжаттарының өту керек. Және үй салушы компанияның өз үлесін беру керек. Сонда не істеуім керек? Бұл үйдің бағасы нарықта 26-27 миллион теңге. Үй салушы бұл үйдің небәрі 3% ақшасын ғана алады. Яғни 780 мың теңге. Сіз сол суманы төлесеңіз, үйдің төрінде отырмын деп елестете беріңіз. Балама, ондай ақша менде жоқ қой. Баян апа, өкінішке орай бұл шарттарды орындамасаңыз, комиссия мүшелері қайтадан қарап, басқа адамға беретін болады. Не? Дәл бұл ақшаны 2 сағаттың ішінде төлеу керек. 2 сағатта ондай ақша тауып бере алмайым. Айтпақшы, анау қызымның еміне деп жинаған азын-аулақ 200 мыңдай ақша бар. Соны сала тұрсақ, кейін сосын тағы... Түсіндім сізді, Баян апа. Желіде күте тұрыңыз, басшылықпен ақылдасып көрейін. Баян апа, басшылық рұқсатын берді. Қолыңыздағы ақшаны сала тұрыңыз. Үміткерлер арасында сіздің орныңызды алып қалайын. Қалған ақшаны ертең кешке дейін аударсаңыз болды. Алла разы болсын, балам. Рахмет. Ана қызымның еміне деп жинаған азын-аулақ 200 мың соны түгел салып жіберем. Баян апа, жыламаңыз. Сіз бұттан да жақсы дүниелерге лайықсыз. Ұтып алды деген үйлерін қайда әлгі? Қайтарыңдар, үйді беріңдер. Үй болмаса ақшамды қайтарыңдар. Оңбаған алаяқ